Ассалаумалейкум достар, қалайсыздар? Бүгін байқап тұрғандарыңызды басқа машинамен жүрмін. Оның да бір өзінің сыры бар. Қазір көрсетемін десең. Бүгін Яндекс грузовойдың видеосы болмайды, бірақ басқаша бір контент көрейік. Қазір басқа қалаға барамыз. Ол жерде не болады? Зачем ты туда поехал деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Сол, қазір таңғы сағат 7. Тағы да қосылып жатармыз. Алдын ала лайк, алдын ала бүйтіп былай қылайық. Сосын сәттілік. Деші сағат 8 болды. Не деген таңертең шықпаған біраз болыпты жүрмегеніме. Таңертең мен пробка болады екен ғой, айтпайсыңдар ма депші. Мынау Яндекс туралы емес екен деп көрмей қойым жоғынан жігіттер. Лайк бассын. Просто бүгін Яндекс емес, басқа бір тағы бір өзім айналысатын жұмысыммен іс-сапарға шығып жатырмын да. Сондықтан да анда-санда осындай видеоларды да салатын болам. Так что айып етпеңіздер. Бүгін жаңбырлы күн, жаңбырлейшн. Яндекстің приложениесі обновляться етіп кетті. Өздерінше бір нелер шығарып қойыпты андай. Деген. Пробочка. Шымкент қаласына. Жол тартып баратырмыз. Мынандай братандар бар. Посылка береді. Посылка береді. Егер сіз балаңызбен саяхаттап жүрсеңіз, оттекті масканы бірінші өзіңіз киіп, содан кейін балаңыздың оттекті маскасын киюге көмектесіңіз. Ваша кислородная маска находится над вашим креслом. Шымкентке қош келіп жатыр. Шымқала. Рамада. Гостиницасына келдік. Осында пока жатамыз. Одан кейін кешке той бізде. Работать будем. Ерте ұшып келгеннен кейін ба? Ерте ұшып келген деп мұң ғой. Таңертең ерте тұрғаннан келесі бұйықтап қалғансың ғой. Көрсетамай қалған. Қазір тойға барамыз. Рамада деген Шымкентте мен деген Бериван деген гостиница. Соның төбесі депші. Қазір сондай гостиницаның төбесінен қарайтын болған мен қазір. Қалай жіктір. Мынандай Яндекс блоктар ғана шығарайын ба, или осындай өмірде салып тұрайын ба? Қалай, алақандағындай. Шымкент айыруға келіп жатыр бір кісілер. Айырас па бүгін? Аэробика ба? Аэробика деш. Все, керемет жердеміз. Рамада, я? Рамада ма? Сәлеметсіз, так. Той. Жена, той. Бэнд бар еще. Мындай үлкен залда. Еще с бэндом, да? Классно. Ассалаумалейкум, Ассалаумалейкум, Дархан. Техниксіздер ба? Өзіге май төгіліп қалған ғой. Машиналар тайғанады. Вот, достар, бәрін дайындап қойдық. Енді тойдың басталуын күтетін боламыз. Жалпы осындай влог форматы сіздерге қалай? Оңай ма? Тойханадан сразу шығасың да, гостиницаға кіріп кетесің. Гостиницадан барасың да, тойханаға кіріп кетесің. Не деген күшті сервис. Яндексте осындай бар ма? Қалай тойға барайық. Шымкентте, по-моему, той асықпай жиналады. Бізде Алматыда басқаша.
ерте жиналады біздікілер деп қоясың ғой өзің алматинский мен алматыдан емеспін өзім бірақ 10 жыл болып тұрып жатқаныма мен Шонжы деген ауылдан болам. Шонжыны білетін адамдар болса лайк басып қойыңыздар. И жалпы қалай мынандай формат түсірсем қалай сендерге? Яндекстен бөлек. Яндексті де түсіреміз, ал кейде суббота воскресенье той болып қалады. Сол кезде осындай лайв форматтағы видеолар түсірсек қалай екен? Оформлениені өлтіріп істейді. Тамаша. Осындай күшті жерде тойды. Сағат 8 болды. Сағат 8 әлі адамдар қабырламайды. Шымкент қобырады. Шымкентте сондай екен. Шымкенттің залдары қиын. Шымкенттің халықтары кешігіп келеді. Тойда жүргеніңізге қанша болды? Менің блогыма кішкене интервью жасап жүрейінші. Мен 2006-дан бері. 2006-дан бері жүрсің. Негізі мектепте бала кезде туған мынау сол кезден ғой. Мына кісіге легенда ғой, лайк басып қойыңыздар. Лайкпен постер жібересіз ғой, өнемде болды. Ал басталайын деп жатыр достар. Живая группа әрқашанда күшті естіледі. Ал бастадық. Söngen kası armanım senin gözde almadım sözünüz gözüm doyar. Kız жақсы екен yapalım. Oho, ne деген торт мынау? Басталды. Бірінші ыстығы шығады. Содан кейін бұлармен күшті өлең айтады. Келді ғой, легенда. Ой деген, салам алейкум. Шаршадыңыз ба? Осындай кездерде жүрегім ауырады меніңше. Өйткені менде кішкене қызым бар да. Любой ұзатудан кейін үйге бір түрлі пайдасы болмаш. Той деген датыл масқара өтіп пробка отыр ғой, амон келген ғой. Тойды кім мынау шайқап атқан деп ше. Ал достар, осымен мынау видео аяқталды. Ана жерде той болды, ана жерде демалып жатырмыз. Сол сіздерге осы формат ұнаса айтыңыздар. Түсіру керек болса анда-санда бір түсіріп тұрамыз. Өйткені мен осындай сапарларға жиі шығам. Сол сіздерден лайк, сіздер тигірсіздер. Білесіздер ғой соны,